Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге өз қорқынышыңызды жеңу туралы айтатын боламын. Егер де видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қорқыныш ол әр адамның бойында болатын шынайы сезім, яғни әр адамның өзінің қорқынышы бар. Біреулер қараңғыдан, енді біреулер биіктіктен, ал енді кейбіреулер болса көпшілік алдына шығып сөйлеуден қорқады. Біз негізінен егер де өз қорқынышымызды жеңсек ғана жетістікке қол жеткізе аламыз. Неліктен? Өйткені біздің кез келген адамның өзінің арманы болады, мақсаттары болады. Ал ол арман мақсаттарын орындау үшін ол адамға, яғни зона комфорта, өзінің үйреншікті аймағынан шығу қажет. Егер де сіз өзіңіздің үйреншікті аймағыңыздан шыға алсаңыз, онда өз қорқынышыңызды да жеңе аласыз, және де сіз жетістікке қол жеткізе аласыз. Жалпы неліктен өз қорқынышыңды жеңу қажет? Біріншіден, өзіңіздің арман мақсаттарыңызды жүзеге асыру үшін, өзіңіздің өміріңізді жақсарту үшін, ал екінші кезекте ол сіздің қорқынышыңыз фобияға алып келмеу керек. Мысалға, сіз бір нәрседен ұзақ уақыт бойы қорқып жүре беретін болсаңыз, ол сіздің фобияңызға айналады. Яғни сіз қараңғыдан қорқатын болсаңыз, ол сіздің фобияңызға айналады. Немесе сіз көпшілік адам жиналған жерде өзіңізді жайсыз сезінетін болсаңыз, ол да сіздің фобияңызға айналып, болашақта сізге өзінің кесірін тигізуі мүмкін. Сол үшін де сізге дер кезінде өз қорқынышыңызбен күресу қажет. Достар, өз қорқынышыңызды жеңу үшін сізге ең алдымен сіздің неліктен қорқатыныңызды және неден қорқатыныңызды анықтау қажет. Мысалға, сіз қараңғыдан қорқасыз, неліктен сіз қараңғыдан қорқасыз? Неліктен сізге не үшін қараңғылық сізде қорқыныш сезімін тудырады? Сол нәрсені сізге анықтап алу қажет. Біз негізі көбінесе адамдар ол өзінің білмеген дүниесін жасаған кезде қорқамыз, Кейбір адамдар бар, бірақ олар өзі білмей тұрса да сол нәрсені жасаған кезде қорқпайды, өйткені олардың өзіне деген сенімділігі жоғары, және де өзін-өзі бағалау деңгейі жоғары. Ал егер де өзін-өзі бағалау деңгейі төмен немесе орташа адамдар, олар бір нәрсені, жаңа дүниені жасаған кезде олар қорқады. Ол қорқыныш сезімі ол әр адамда болады, ешқандай да ол нәрседен қауіптенудің қажеті жоқ. Дегенмен де сол қорқынышқа қарай біз қадам басуымыз қажет. Мысалға, сіз ағылшын тілін оқудан немесе шетелге барудан қорқасыз, онда сізге ағылшын тілін үйреніп шетелге шығып көру керек. Өйткені сіз жаңа нәрсені білген кезде сізге жаңа мүмкіндіктер келе бастайды, және де сіз өзіңіздің арманыңызға қарай қадам жасай аласыз. Және де келесі кезекте ол мотивация. Сіз өзіңізге мотивация беруіңіз керек. Мысалға, сіз көлік жүргізе алмайсыз, ол нәрседен қорқасыз, бірақтан да өзіңізге сіз мотивация бересіз. Мен егер де көлік жүргізіп үйренетін болсам, онда мен өзім армандаған қалаларға өзім көлік жүргізіп бара аламын. Өз көлігіммен бара аламын. Мысалға, сіз Көкшетауға барғыңыз келеді, Қазақстанды немесе шетелді аралағыңыз келеді, сол жерлерге барған кезде сіз өзіңіздің көлігіңізбен аралап жүрсеңіз қандай тамаша, Сол үшін де сіз өзіңіздің арманыңызды жүзеге асыру мақсатында өзіңізге мотивация беріп отыруыңыз керек. Сонда ғана сіз өзіңіздің қорқынышыңызды жеңе аласыз. Ең бастысы, достар, біз позитивті ойлауымыз керек. Көбінесе адамның миы ол негативті ойлап кетеді. Мысалға, мен көпшілік алдына шыққан кезде мен бір жерім бүлініп қалса не болады? Мен дұрыс сөйлемей қалсам, қате айтып қойсам не болады? Ол нәрсенің барлығын ойламаңыздар. Ең бастысы позитивті ойлаңыз. Егер де сізде мысалға шынымен де көпшілік алдына шығып керемет сөйлеп келіп, бірақ бір сөзден қателесіп қалсаңыз, тағы да басқа бір нәрсені қате жасап қойсаңыз, онда ештеңе де болмайды. Ең бастысы оны позитивке айналдырып жіберуіңіз керек. Оған мысалы әзіл айтып жіберуіңіз мүмкін, тағы да басқа нәрсе жасап өзіңіздің негативті жағдайыңызды позитивке айналдырып жіберу маңызды. Өз қорқынышыңды жеңу барысында да солай өзіңіздің негативті ойларыңызды позитивке айналдырыңыз, сонда бәрі де жақсы болады. Және де алдыңғы видеоларда мен айтқан болатынмын, жалпы дауыс ырғағын жақсартуға байланысты, дикцияны жақсартуға байланысты, жалпы ол жаттығулардың бәрін жасаған уақытта да сіз көпшілік алдына шығып сөйлеуге ұялатын болсаңыз, онда сіздің бойыңызда қорқыныш сезімі басым. Яғни сіз өзіңіздің қорқынышыңыздың әсерінен көпшілік алдына шығып сөйлей алмайсыз, және де даусыңыз дірілдеп шығады. Сіздің қорқыныш сезіміңіз сізге кедергі келтіруі мүмкін. Міне сол үшін де сізге қорқынышты жеңу қажет болады. Және де қорқыныштың ең үлкен себебі
ол білімнің аздығы. Мысалға сіз бір салада жұмыс істеп жүрсіз, бірақтан да сіз ол саланы толық білмегендіктен, яғни ол сала туралы толық айтып бере алмайсыз, яғни сіздің біліміңіз аз. Сол себепті де достар, үнемі дамып отыру қажет. Және де достар, тіпті көптеген кәсіпкерлердің өзі, бизнесмендердің өзі, атақты тұлғалардың өзі, олардың өз бір нәрседен қорыққан, яғни қатты қорқыныштары болған олардың, бірақтан да олар сол қорқыныштарын жеңу арқылы ғана нәтижеге қол жеткізген болатын. Мысалы, кәсіпкерлер кәсіп бастаған кезде олар банкрот болып қалудан қорыққан, өз кәсібін бастаудан, кәсібі жүрмей қалудан, тағы да басқа сондай дүниелерден қорыққан болатын. Дегенмен де олар сол қорқынышын жасаудың арқасында, қорқынышқа бет бұрудың арқасында, қорқынышқа қарсы жүрудің арқасында ғана олар жетістікке жете алды. Яғни сіздер де өздеріңіздің қорқыныштарыңызды жеңе алатын болсаңыз, онда сіздің алдыңыздан көптеген мүмкіндіктер ашылатын болады. Ең алдымен өзіңіздің қорқынышыңызды анықтаңыз, және де одан неше түрлі құтылу жолдарын, арылу жолдарын қарастырып көрсеңіз болады. Достар, егер де видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.